Мен найып имам, арманым бас имам болады дейді. Мынандай сөз көп еститінмін. Қараш, қырғыздар қандай тату, қараш, өзбектер қандай тату, әзірбайжандар тату, күшті дейді. Қашанға дейін біз өйстіп өзге ұлтты мақтап жүреміз? Давайте біз өзімізді өзіміз мақтайық, басқалар бізге қарап бір рол модел болайықшы осы жерде. Білуім бойынша сізден алдын Наргиз Бекен деген қыз көппіз деген ұйымы бар еді, білуім бойынша. Мені қазір қызықтырып отырғаны елшілік, мысалы Қазақстан елшілігі қандай қолдау көрсетті сіздердің ұйымдарыңызға, сіздердің іс-шараларыңызға? Олар келмеді олардан. Олардың тарапынан бір іс-шаралар болса, егер біз шақырса, біз барар едік. Осы билікті басқарма кеңесіндегі орныңызды тастап кету сіз үшін қиын болды ма? Қалай қиып тастап кеттіңіз? Билікті алатын болса, ол әп-сәтте ақ, ол қиын емес, кезінде алдық. Онсыз жақсы білесіз ба дейді. Дегенмен де әлі Анкарада бір қазақтарға ортақ бір ұйым жоқ. Білесіз, қазақ комьюнити деген басқа бір ұйым бар. Неліктен бұлай екі ұйым ретінде бөлініп отырмыз? Танытым күні мен Новый годтан басқа олардан ешнәрсе көрмедім жасаған. Бар болса айтсын, мен көрмедім өз басым. Ал бір кітаптың жүзінде ғана өтіп кетсен, 4 жыл өтті, дайын общага, тегін тамақ, оқу, елге барасын, Қазақстан сен дипломыңды бағаламайды ғой. Сен Гарвардты бітіріп келі, Оксфордты бітіріп келі, Қазақстанның мемлекетінің жұмыс орындары үшін бәрібір кімсің сен. Осы секілді Түркияға келейін деп жатқан жастар көрсе, алдын ала осының бәрін реттеп, ойбай барам, бәрі керемет, мен зындай қатырам деп ойлап келмесін. Бірақ Түркияның оқу келу үшін тұрарлық деп ойлаймын. Себебі мына жақта шынымен де ғалам білім бар. Түркия өзінің деңгейінде білім бере алатындай дәрежеде. Армысыздар достар, бүгін біздің алғашқы қонағымыз Самат Сапарғали. Самат Анкара университеті Илахият факультеті Ислам мәзһәптары тарихы бөлімінің докторанты. Хош келдіңіз, Самат. Бізге уақыт айырып келгеніңіз үшін рахмет айтамыз. Бүгін сізбен бір исламтанушы маман ретінде емес, Анкарадағы белсенді бір студент ретінде әңгімелескіміз келіп отыр. Ең алдымен Анкараға қашан келдіңіз? Келген кездегі қазақ жастарының арасында не жеткіліксіз болды сіздің ойыңызша? Неге көңіліңіз толмады? Сол бойынша бір әңгіме өрбітсек. Сәлем, Мадина. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Мен үшін бұл үлкен бір мәртебе. Жалпы мен негізі Түркияға ең алғаш 2016 жылы келгем. Ол Қазақстанда бакалавриатта оқып жүрген кезде, Öğrencilere değişimi, Mevlana дейміз, сол арқылы Кастамонуда оқып жүрген кезде ең алғаш осы Анкараға келгем. Кастамонудан. Сол кезде Анкара мүлдем басқа еді. Және де маған осы жастардың арасында белсенді болуға, қазіргі таңда осы жақтағы қазақ жастар студенттер ұйымының құруыма себеп болған сол 2016 жылы келген кездегі Кастамонудағы қазақ жастарының белсенділігі еді. Себебі біздер елден 7 қыз 2 ұл келдік, 9 студент, 3-ші курспыз, жанымызда колледжінде қыздар бар. Біз Кастамонуға келген кезде бізге университет тарапынан уәде берілген жатақхана, күтіп алу еш нәрсесі болмады. Біз келген кезде ең бірінші бізді Отагардан, сол жақтан жергілікті қазақ жігіттер күтіп алды. Ол кезде олар қазақтардың басшысы Нақыпбек деген жігіт болатын. Солар бізді күтіп алып, уақытша жатақханаға орналастырып, кейін ол жатақхана болмай, өздері үйлерін қыздарға бөліп беріп, сөйтіп сол жақта бір 70 қазақ өте ұйымшыл болатын. Кейін 2022 жылы мен студент болып осы Анкараға келген кезде, өкінішке орай, сол 2016 жылда қалып қалған бумен келіп, осындай бір жастардың бірлестігі бар шығар деген оймен келдім, алайда еш нәрсе жоқ еді. Біздер ең алғаш ЕТБ-ға жиналдық, бір 30 қазақ жиналып, сол кезде бізге чай беріп, танысу кеші болды. Содан кейін Бекзатпен ең алғаш таныстық. Сөйтіп мен ойладым, бір жастар ұйымы бар шығар деп, бірақ таппадым. ЕТБ-ның айналасында бір 25-30 қазақтың арасында кейбір қазақтың танытым күндері секілді, қазақ дастархандары секілді күндері болып жатты, бірақ олар көңілінен шықпады. Келген өзге ұлт өкілдерінен ұят болатын. Андай бір қазақтың, біздің ұлттың бір күні деп айтатындай бір деңгейде болмады. Қатты ұялатын нәрселер болды. Сосын сол жерде жүрген кейбір қазақтардан мынандай сөз көп еститінмін. Қараш, қырғыздар қандай тату, қараш, өзбектер қандай тату, әзірбайжандар тату, күшті дейтін. Сосын бір уақытта мен айттым да, қашанға дейін біз өйстіп өзге ұлтты мақтап жүреміз? Давайте біз өзімізді өзіміз мақтайық, басқалар бізге қарап, олар бізден үлгі болсын, бір рол модел болайықшы осы жерде. Жиналайық, басын қосайық деген бір ниет болды. Дәл қазір есіме түсіп отыр. Білуім бойынша сізден алдын Наргиз Бекен деген қыз көппіз деген ұйымы бар еді, білуім бойынша. Ол туралы не айтасыз? Ол сізге іс-шаралары ұнамады ма? Мен келген жылы бізді ең алғаш Наргиз күтіп алды. Ол қыз осы жердегі көппіз ұйым атауды білмейтінмін мен. Тек қазақтардың басшысымын деді.
осы жерде қазақтардың басшысымын деп. Жақсы деп, сол кезде мен ол қыздан сұрайтынмын, бұрынғы қазақтар қайда, біздің алдымызда келген қазақтар қайда, неге олар ат салыспайды, неге осындай бір мүмкіндік бар екен, біздер әдемі түрде таныстырмаймыз деген кезде ол қыздан аузынан әрдайым шығатын жауап, олар араласпайды, олар келмейді, олар қолдамайды, олар жоқ дейді. Сол кезде мен түсінбейтінмін, мен шынымен солай ойлайтынмын, қазақтар бірікпей ма сонда, бұлар қосылмай ма дейтін. И сол кездерден ойымда жүретін, былай болмайды, бәлкім онда басшылықта проблема бар шығар, 500-ге жуық қазақтың басын қоса алмау енді қиындау, бірақ десе де бір сол жыл ғана келген 20 қазақпен ғана шектеліп қалып бұрынғыларды қоспау, ол демек басшылықта проблема бар шығар деген ой болды. Ол қыз өзі де, мен шаршадым аға, басшылықты мен тапсырып бергім келеді, мен бұл істен шаршадым, мен болғым келмейді дейтін. Мен жалпы 2018 жылдан бері Анкарадамын. Расымен де Наргиздің келуімен бір ресми түрде қазақ жастарының ортасы құрылғандай болды да, сол үшін атап өттім. Сіздің келуіңізбен ол жандана түсті деп расымен де айтуға болады. Өзіңіз айтқандай жаңағы ескі студенттерді де қамтып, жаңа студенттерді де қамтып деген сияқты. Осының аясында содан соң қандай іс-шаралар өткіздіңіздер? Ең бірінші іс-шара ретінде себеп болатын 22 наурыз болды. Қонысбай бар ол жерде, Бекзат бар, Ғылымхал бар, Жантөре деген жігіт бар. Сөйтіп 22 наурызда наурыз көже пісірейік. ЕТБ да сол жақтан қолдау білдіртіп, қазақ мутфак күнін жасауға келісім берді. Бір жақтан келген өзге ұлттарға біз қазақтың ұлттық тағамы қуырдақ ұсынсақ, өзіміздің қазақтарды бөлек жинап, оларға наурыз көже ұсынайық. Соған бір демеуші табайық деп біз Гүлжан әпкеміз таптық. Әпкеміз бір ауыздан келісіп, жақсы, мен қолдаймын, қанша қазақ бар, айтсаңдар, мен алдын ала соған қарай тамамды реттеп келейін деп. Біз сол күні ең алғашқы қазақтың танытым күн жасап, сол уақытта ең алғаш, енді мен ол уақытқа дейін келгеніме Түркия қанша бір 4 ай болды ма? 4 айдың ішінде біз 70 қазақтың басын қоса алдық. Оның ертесі күні ораза еді, соның алдында үлкен бір наурыз атап өттік десек болады, кішігірім деңгейде алғаш бастама ретінде. Жалпы одан басқа қандай іс-шаралар өткіздіңіздер? Одан басқа біздер Милют күтіпханада Тақиялы қазақтар деген бір жасырын тобымыз болатын, кітап талдайтынбыз, оқып, қазақ әдебиеттерін жігіттермен отырып. Сосын спорт шаралары болды, кешкісін жаттығуға ұлдарды алып шығатынбыз. Кейін күзде қайтып келдік, қыркүйекте қайтып келгеннен кейін ең бірінші біз пикник 50 ил паркі бар ғой, сол жақта бір 10-15 қазақты жинап, қайттан кім бар, жан-жағымызға қарайық, кіммен жұмыс жасауға болады, кіммен жұмыс жасауға болмайды деп пикник жасалды. Пикник жасалғаннан кейін біз 25 қазанға республика күні деп жаңадан келген Қазақстаннан келген студенттерге танытым күнін жасадық. Ол жерде Айдана бар, мен бар, Ғылымхал бар, Бекзат бар, сіз барсыз жүргізуші ретінде. Сөйтіп қазақтарға қайтадан бір жақсы бір кеш ұйымдастырдық, бағыт бағдар беріп. Одан кейін ең үлкен ауқымды 16 желтоқсан болды. Қазақстан тәуелсіздік күні аталып, кәдімгідей ерекше, оған біраз адамдар сенбеді. Біз сондай бір үлкен бір деңгейде масштабта жасай алатынымызға. Оған ең алғаш болып Көкту қауымдастығынан киім, шапан болсын, қазы, бауырсақ, самат, уайымдама, оның барлығын біз көмектесеміз, концертті жағын өздерін жасаңдар деді. Сөйтіп отырып, сценарий, идеяны жазып, ертесі күні Беке келіп, Беке қосылып, сценарийді пісіріп, одан кейін оны ертесі күні біздер қақпалты жасадық ЕТБ-да. Қақпалтыға да 25 қазақтың басын қосып, осы шараны талқылап, сөйтіп 16 желтоқсан күні үлкен бір ел аузында қалайтындай, анау кезіндегі біздің хандық дәуірден бастап, осы күнге дейінгі қазақтың тәуелсіз болған мерейтойына дейін алып келіп, сондай бір ауқымды күшті бір шара жасадық. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, жалпы түрлі топтардың немесе кез келген жеке адамдардың қолдауы өте маңызды, осындай ұйымдарда. Көктуды атап өттіңіз. Мені қазір қызықтырып отқаны елшілік, мысалы Қазақстан елшілігі қандай қолдау көрсетті сіздердің ұйымдарыңызға, сіздердің іс-шараларыңызға? Енді алғашында бізде елшілікпен қатты байланыс болмады. Сол 16 желтоқсан күні мен, Бекзат, Айдана деген ханым бар, Әби, үшеуміз елшілікке барып, алғаш осы ұйымды толықтай, ұйымның басшысы кім, көмекшілері қандай қызмет атқарады, ұйымның мақсаты қандай деп барып, елшілікке Димаш мырзамен танысып, елшіге жобамызды көрсеттік, елшілік қолдады, бірден бағанағыдай сол кездегі болатын музыка мұғалімі залын алып берді, ол кісілер киіз үйді жіберді арнайы. Сөйтіп ең алғаш сол кезден басталды. Одан кейін қазіргі таңда елшілік тікелей осы көпбіз ұйымымен өте етене жақсы жұмыс жасайды. Елшіліктің іс-шараларында біздің ұйымның студенттері волонтер ерікті болып қызмет жасайды, әрі бірлесіп жасайды. Сол кезде мысалы 16 желтоқсаннан кейін Көкту ұйымы да бізбен бірге жұмыс жасатып, мысалы Ақбота ханымның бірігіп концертін бердік ол кісінің. Ол да бар. Бұл сол іс-шаралардың жақсы өзінің деңгейінде лайықты түрде болғанның себебі деп ойлаймын. Түсінікті.
Енді айттыңыз өзіңіз ұйымдастырған шараларыңызды, біз де куә болдық ол шараларда. Енді осы уақыт ішінде бір жүзеге аспай қалған жоспарларыңыз бар ма? Нелерді жоспарлап едіңіз? Жүзеге аспағанда енді біз сол жылдары 8 наурызды алғаш атап өттік. Бүкіл қазақтың қыздарын назарсыз қалдырмайық деп. Қыздар тарапынан да біздерге 7 майға арнайы ұлдарға деп жасалды. Бір әттеген дейтін ол біз қуғын сүргіндер күнін атап өте алмадық. Оған емтихандар таяп қалды. Енді ол мамырдың соңы ғой, көктемнің соңғы уақыты. Және де біз 16 желтоқсан жасасақ та, әлі Анкарада қазақ танытым күнін жасамадық. Сұрағыңызға сол әттеген дегенім осы екі нәрсе: ашаршылық, қуғын сүргіндер, екіншісі культура күні. Және де мен жаңа атап өткендей, осы біраз жылдан бері Түркиядан, бірақ басқарма кеңесі құрған сіздер білуімше алғашқысыздар. Бұны құрудағы мақсат не еді? Басқарма кеңесінде сізбен бірге кімдер болды? Енді бұл басқарма кеңесі біз ұйымды құрған кезде бас шығып бірден Бекзат мырзаны тағайындадық десек болады. Бекзат мырзаны, себебі біз сайлау жоспарда болмады, сайлауды қаламадық. Себебі бізге осы ұйымға кімнің керектігі және де жастар үшін қандай адам рол модел болу керек деген ниетте біз Бекзатты ғана көрдік. Біз докторантурадамыз, отбасылымыз, Ғакеңде отбасылы, Жантөре жастау болды, Қонысбай елге кетті, Қабылда оқуын бітіріп кетіп жатты, енді осы ұйымды құрған жігіттердің арасынан. Кейін осы бағанағы басқару құрамын, бұл Бекзаттың өзінің жеке инициативасы болды. Мен башкам болсам, айналамда осындай адамдардың болғанын қалаймын, осылай бірігіп жұмыс істегенін, UNOTM құрумын құрғым келеді, басқарушы қалай қарайсыздар деп біз айттық. Өзіңіз білесіз деп, қыздарды, бағанағы ұлдарды, тізімді барлығын өзі кім қандай қызмет атқарады, кім қандай міндеті бар, Бекең жасаған. Ол сұраққа Бекең жақсырақ жауап беретін шығар деп ойлаймын. Жарайды. Ендеше жалпы басқарма кеңесінің қазір енді биліктің буы бар ғой, сіз басқарма кеңесінде болдыңыз, бәріміз білеміз. Қазақстанның жалпы саяси тұрғысынан қарағанда Қазақстанда да көріп отырмыз. Осы билікті басқарма кеңесіндегі орныңызды тастап кету сіз үшін қиын болды ма? Қалай қиып тастап кеттіңіз? Жалпы негізі қазақта жақсы сөз бар ғой, тақ пен табыттың иесі болмайды дейді ғой. Мен негізі басқарма кеңесінде мен болам деп әу баста Беке айтқан кезде, Беке деген, Беке, мен осы ұйымның құрылтайшысы ретінде ғана қала беріп, басқарма кеңесіне қатыспай қояйын. Қолдан келгенше қолдап, шараларда атсалысып жүре берейін. Басқарма кеңесіне мен орныма басқа да қызығатын жастар мотив болсын, солар кірсін деген кезде Беке қарсы келді. Жоқ, аға, ол дегеніңіз қалай болады? Болмайды, сіз осы бас аяғында жүріп, мен басқармада болмаймын деген ыңғайсыз болады, сіз болыңыз деді. Осы ниетпен кіргеннен кейін менде ол басқармадан шыққаннан кейін де ешқандай әсер болмады. Ондай білмеймін, бәрі жақсы. Ондай, бір ешқандай әсер жоқ. Себебі біз мақсатымыз, әлі де сол мақсатымыз, осы ұйым бір жастардың бір мектептерде бір топтары болады ғой, бір жылдық болып бітіп қалатын. Ондай болмаса екен. Бұның белгілі бір идеясы бар, осы идея негізінде жалғаса берсе екен. Елден келген қазақтарға осы жерде пана болатын бір отау болып қалып қалса екен осы ұйым. Осы мақсатта, сондықтан мен ойлаймын, бұл ұйымға мен басшының құрамында болайын, болмайын, пока мен осы Анкарада болғанша мен дайым қызмет ете беремін бұл ұйым жастарына. Ал енді қазіргі ұйым осы мақсатыңызды жалғастырып отыр ма сіздің ойыңызша? Өте жақсы сұрақ. Өте жақсы сұрақ. Енді біріншіден мен былай ойлаймын. Қазіргі ұйымның басшысы, қазіргі ұйым құрамасында жастар. Өте көп жастар. Ұйымда кететін кезде, сайлау болған кезде, жалпы мен өзім де Анкарада болмағам. Мен Анталияда болғам. Ол уақытта ұйымды өткізіп берілген кезде айтылатын кейбір нәрселер айтылмай қалған. Ұйымның атауы өзгермеу керек, ұйымның ұраны, ұйымның логосы, ұйымның мақсаты, міндеті деген секілді негізгі болатын заңдары, жүйесі жастарға тапсырылмай қалған, айтылмаған. Просто ұйым сендердікі, Инстаграм, бағанағы WhatsApp беріліп, ал құтты болсын деп сонымен ғана бітіп қалған секілді болды. Екіншіден, біздің әуелдегі бағана айтқандай, Мадина, мақсатымыз үлкен буы мен жас буынның арасын біріктіру, қазақтарды бөлмеу. Ал биылғы жастарда мен қатты байқайтыным, ұйымның ішінде ұйым құрған секілді. Жастарда бір бөлектік бар, ұйымның ішіндегі ұйым. Соны негіздеме бәлкім әлеуметтік желілерде болсын, ұйымның ішінде болсын, бұрынғыдай бір самими, түріктер айтқандай, бір байланыс аздау көрем. Көңілім толмаса, бәлкім осы жаққа толмайды. Екінші көңілім толмайтын бір нәрсе бар, ол жастар көп ақылдаспайды. Осы ұйымның мақсаты бана ұлттың туын көтеру, бірігіп. И сол себепті мен ойлаймын, бүкіл нәрселер ұйымға айтылып, ұйыммен бірге жұмыс жасасыз көрем. Ал басшылық қылам, осы шараның дұрыс болуына тек жауапкершілік танытады ол кісілер болды. А шара бірігіп жасалу керек. Көңілім толмайды деген кезде бәлкім осы жерде ғана шығар жастарға. Оны мен башқанымыз қазіргі Ахмедали мырзаға да айтқам,
Ахантай не істеп жатсыздар, айтсаңызшы деп, сол ғана тек уәжім ол кісілерге. Бірақ алла бұйырса енді көш жүре түзеледі ғой, жастар әлде қолға алады, әлде жөндейді деп ойлаймын. Себебі Башканымыз Ахмедәлі өзі бәрімен тату, өте жас жігіт, көңілін тауып адамдармен аға қалайсыз деп көрген жерде амандасып сәлемін түзу жігіт, жүрген жерде жүреді. Бәлкім байқамай жүрген шығар, көрмей жүрген шығар деп ойлаймын. Ну бұйырса жөндейді деп ойлаймын. Себебі ол кісілердің істеп жатқан істерінің барлығы осы ұйым үшін істеп жатыр ғой деп бағалаймын. Жалпы осы сіз жаңа өзіңіздің мақсатыңызды айтып өттіңіз, иә, осы ұйымды құрудағы, Анкарадағы студенттердің барлығын бір ұйымның аясында жинап, ортақтастырып, ескі буын мен жаңа буынды бір арасында бір көпір болып қосу деп. Дегенмен де әлі Анкарада бір қазақтарға ортақ бір ұйым жоқ. Білесіз, қазақ комьюнити деген басқа бір ұйым бар. Қалай ойлайсыз, бұл қаншалықты дұрыс, жалпы бір ұйым ретінде жинала аламыз ба? Неліктен бұлай екі ұйым ретінде бөлініп отырмыз? Қазір енді менің кезімдегі ұйыммен салыстыратын болсақ, ол кезде комьюнити не жасайтын? Келген жылы студенттерді пикник ұйымдастыратын, өйто ақшаға ақылы. Біздің мақсатымыз ұйымда ешкімнен ақша алмау болады. Біз қолдан келгенше спонсорлар тауып тырысатынбыз. Тіпті Димаштың концертінің өзіне Стамбулға баратын кезде мен маршрутқа спонсор іздедім. Тікелей адамдар ақшасын мен звондап, осы жастар бір тиын құртпасыншы, барып келсінші деп. А комьюнитида көп шаралар оларда более коммерческий болады. Ол ұйымда. Мен солай көрдім. Енді білмеймін. Десе де біз алғаш жылы жұмыс жасаған кезде біз оларға есігіміз ашық еді. Біз ешқашан оларға жоқ демедік. Біздің біраз шараларымызға да келіп қосылды. Біздер бүкіл жаңалықты өзіміздің көпбіз ұйымның WhatsApp группасында емес, Анкара жалпы қазақ жастары тобы бар, сол жаққа жазатынбыз. Шақыратынбыз сол жақтан. Келіңдер, қосыңдар деп. Олар келмеді олардан. Олардың тарапынан бір шаралар болса, егер біз шақырса, біз барар едік ол кісілерге. Олар да ортақ Анкара қазақ жастарына жіберіп отырмай ма? Олар концерт болады, келіңдер деп жібереді. Ұйымдастыру ниетінде жазбайды. Мен мысалы ұйымдастыру ретінде де жазғам талай. Қолдаймын деген кісілер келсін көрсін, арнайы топты ашып сөйтетіміз. Әрі олардыкін, мысалы 3-ші жыл ғой, мен танытым күнімен Новый годтан басқа олардан ешнәрсе көрмедім жасаған. Бар болса айтсын, мен көрмедім өз басым. Новый год та платный, танытым күні де платный болды. Көп жерде мен көретін, мен бір нәрсеге кішкене қылжыңдататын нәрсе, бұл шетел ғой. Шетелде жастар кішкене санасы қатпаған көбісінің, 17-18 жаста, енді көбісінің біз жамандыққа тез еріп кетеміз. Олардың көптеген іс шараларында ішімдік қойылады. Сондықтан мен олармен көп бірлескім де келмейтін ішімдікке. Себебі мына жақта контроль жоқ, ішімдік бар жерде ластық та бар, ластық жерде ол ұрыну да бар да, неше түрлі нәрсеге. Мен жастарға оны қаламаймын. Сонымен қатар тілдік барьер бар деп ойламайсыз ба, яғни тіл бойынша да? Олар көбісі орыс тілді. Мен байқағаным, орыс тілді, көбісі сондай. Енді орыс тілді болғанда мен Алматының тумасымын, бізде орысша сөйлей береміз. Бірақ Қазақстанда проблем жоқ қай тілде сөйлеу, окей. Шетелде жүріп, сен өз ұлтыңның киімлігісің, сен қолдан келгенше ұлтыңды, тіліңді, дәстүріңді, киіміңді насихатта, қолдан келгенше осы жерде көрсет. Себебі әр ұлт өзінің дәстүрімен, өзінің ұлттық құндылығымен басқалардан өзгеше феномен болады. Осы феноменімізді біз біреуге еліктеп емес, өзіміздің дүниемізді паш ету арқылы көрсете аламыз деп ойлаймын. Сонымен сен ұлтсың, сонымен сен азаматсың, сонымен сен тұлғасың деп білемін. Өте дұрыс айтасыз. Жаңа сіз өз сөзіңізде айтып өттіңіз, жалпы шетелде білім алып жүрген әр студентке қарап, сол елдің қандай екенін ойлайды, қандай екенін таниды. Енді, яғни әр студент бұл жерде тек өз үшін ғана емес, сонымен бірге ел атынан да жауапкершілік арқалайды. Сондықтан да өзіңіздің жалпы ойыңызбен осы шетелге, әсіресе Түркияға білім қуып келетін, сонымен қатар осында қазір білім қуып жүрген студенттерге беретін бір кеңесіңіз? Мен енді Мадина, Қазақстанда 3 жыл университетте жұмыс жасағам, мұғалім болып университетте жұмыс жасағам, мына жақ докторантура келе алдында. Мен педагог ретінде, ағартушы ретінде жастарға әрдайым айтатын бір екі кеңесім бар. Біріншісі, осы студенттік кезінде тек қана кітаппен өткізіп алма. Кітап ол жақсы, бірақ кітап ол мақсат емес, білім ол мақсат емес. Білім мақсатқа жеткізетін себеп. Сен мысалы мақсатын үлкен бір юрист болу болса, сен барып дәрігердің оқуын оқып жүрсең, сен юрист болмайсың ғой. Сен юрист мақсатың болса, сен себебіне құқықтануды оқу. Сонымен сен мақсатына жетесің.
сол секілді білім мақсат емес. Мақсат ана айқын болу керек, білім себеп дейді. Екінші нәрсе, білім керек қой. Екінші нәрсе осындай қоғамдық іс-шаралардан алыстама деймін. Нетворк. Иә, ол нетворкинг өте керек нәрсе ол. Себебі мысалы бізде ана бар ғой, мен енді 100% келіспеймін, но какой-то степени онымен келісуге болады да. Өмірде успешный адамдар көбінесе мектептегі тройщиктар дейді. Иә, почему? Потому что олар нетворк құрады. Өте жақсы құрады. Ол бар, ол 100% емес, но ол бар да. Шынымен де мен біраз жігіттерді білемін. Мен класстастарым бағана тройщик болған, қазір қарасам біраз жерлер тесіп тастаған да. Себебі кіммен қалай тілдесуді, мысалы кейбір адамдар болады, олармен жұмсақ сөйлегенді түсінбейді, қатты сөйлеуің керек. Кейбір адамдар болады, сен қатты сөйлесең, ол біртүрлі болып қалады. Мен жұмсақ, сіз бізде сөйлесу керек. Оның бәрін сен қайдан ол қабілеттерді қалыптастырасың? Осындай қоғамдарда адамдармен сөйлесу арқылы. Мысалы, Абай Құнанбаев атамыз біз секілді шетел аралап докторантура оқымаған, магистратура оқымаған, научный доктор болмаған да, бірақ ол кісінің мықты еңбектері бар, біз оқып әлі түсіне алмай жатырмыз. Бірақ ол кісіні қарайтын болсаң, әкесі Құнанбай не істейтін? Өңкей билердің алқасына келіп кіргізіп қояды. Үлкен адамдардың қоғамның ішіне араласатын. Сөйтіп жүріп, қоғамда көріп, анау сол кездегі қазақтың жағдайын көріп, біраз қазір мысалы қара сөзін оқысаң, мына күндегі біздің қазіргі қазақтар ғой дейсің да. Ол бір ғасыр бұрын жазып тастаған да Абай негізі. Бірақ неге? Себебі бұл қоғамды жақсы анализировать ете білген адам. Сіз болашақ ұзман, болашақ мықты маман болғыңыз келсе, дәл қазір кітапты да оқы, және қоғамда да аралас. Енді мен исламтанушы ретінде айтқым келеді, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мынандай бір жақсы сөзі бар. Бір адам бар дейді, күндіз түні мешітте отырады дейді. Мешіттен шықпайды дейді. Қоғамдық шараларға араласпайды дейді. Тек күні бойы Құдайға құлшылық қылады дейді. Екінші бір адам бар дейді, ол мешітте де отырады дейді. Және қоғамның іс-шараларына араласып, қоғамнан келген сынақтарға сабыр сақтайды дейді. Біліп қойыңдар дейді. Екіншісі біріншісінен әлдеқайда қайырлы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі шақырып жатыр да бұл нәрсеге. Я болмаса тағы да кімде-кім жәннатты қаласа, салихтармен бірге болсын дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Салих адамдармен. Салих дегеніміз араб тілінде өзіне емес өзгеге жақсылық беруші адамды айтады. Енді сен жәннатты қаласа, салихтармен бірге болсын. Бизнеста да айтады ғой. Анау мысалы сен бай болғың келсе, байлармен аралас дегенде болады ғой. Сол секілді сен успешный болғың келсе қоғамда, сол секілді успешный адамдармен аралас, тілдес. Сөзде сен дамып, жақсы бір тұлға болып шығасың. Шетелдегі жүрген студенттер осы нәрсені өткізе алмаса екен. Тем более Түркияда үлкен мүмкіндік бар. Сен Африканың елдерімен араласа аласың, Пәкістанның азаматтарымен, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, сенің кругозорың нереально расширяться етеді. Сен Қазақстанға барған кезде сен кәдімгідей неше түрлі адамдарды көрген үлкен бір тұлға болып қалыптасасың. Ал бір кітаптың жүзінде ғана өтіп кетсең, 4 жыл өтті, дайын общага, тегін тамақ, оқу, елге барасың, Қазақстан сен дипломыңды бағаламайды ғой. Сен Гарвардты бітіріп келі, Оксфордты бітіріп келі, Қазақстанның мемлекетінің жұмыс орындары үшін бәрібір кімсің сен. Қазақстанға маңызды, насколько ты шарющий. Сен қандай тәжірибең бар? Бәріміз нөлден бастаймыз барғанда. Иә, нөлден бастайсыз. И без разницы, сен мына жақтан 5 жыл оқуын бітіріп келдің да, Қазақстанда біреу отырады, оқымаған, ол шарющий, сен директор отырады да. Базар жоқ, ол тупой болуы мүмкін сенен. Немесе сенен жасы кіші болуы мүмкін. Иә, сіз жақсы білесіз, тәжірибеңіз бар да. И ондай кезде немен аласың сен? Ондай кезде харизмамен, характермен тәшкил ету керек болады да. Біліммен ұзаққа бармайсың. Ал характерді, мінезді осындай жерлерде белсене атсалысып, қазақтың туын көтереді деген кезде атсалысып, жүзден жүйрік болып, мыңнан тұлпар деуші ме еді, ендеше? Иә? Сондай болып шықсаң, насихатым осы жастарға айтарым. Енді мен бір ондай бір 40-50 келген адам емеспін, жасым 29-ға келді, бірақ осы уақытқа түсінгенім сол да, себебі Аллаға шүкір, көп сол мінездің арқасында біраз нәрселерге жеттім деп ойлаймын өзімді. Мысалы, менен былай сұрасаңыз, 29-ға келіп өзіңізге ризасыз ба десеңіз, мен я дейтін едім. Ойбай, керемет деп айтпаймын, себебі адам салыстыра кете береді. Андай бір жақсы мысал бар ғой. Егер арыстанды суда жүзу қабілетімен салыстыратын болсаң балықпен, ол өзін ең нақұрыс санайды. Себебі арыстан суда жүзе алмайды ғой. Сол секілді мен өзімді әркімді өз алаңында. Иә, өте дұрыс. Белгілі бір деңгейде салыстырып қарайтын болсам, мен 29 жасымда өзімді успешный адам деймін. Аллаға шүкір, отбасым бар, қызым бар, елге барған кезде тұрақты жұмысым бар, мақсатым бар, не істеп жатқанымды білемін. Содан ондай қатты алаңдамаймын. Енді сынақтар келеді, депрессия болады, болмайды емес. Ол бәрінде қазіргі заманда олсыз қайда барасыз, детская травма жоқ, Аллаға шүкір. Содан бәрі жақсы деп ойлаймын. Соңғы сұрақ, жалпы Түркияның қазіргі саяси экономикалық жағдайын ескере отырып, Түркияда студент болу қиын ба? Өте қиын, Мадина. Білесіз бе неге? Себебі мен 2016 жыл келдім ғой. 2016 жыл келген кезде, Мадина, 4,5 лираға
біз бір донермен айран алатынбыз. 4,5 лираға. Қазір донер қанша? Мен даже алмаймын да. Алмаймыз. Қымбат қой, Үйден тамақ істемейді иә, деді иә. қойсаңыз, үйде тамақ істейміз деп. Иә, дәл өзі. Қазір қанша бір 250 лира ма, құдай біледі, білмеймін, алмаймын, құдай сақтасын. Үйден жейміз. Сондай еді. Ол кезде 1 лиран 117 теңге болатын, мен жақсы білемін. 1 лиран 117 теңге болатын. Біздер сыртта бағанағыдай қарнымызды 5 лираға, біз 500 лираға бір ай емін-еркін кәдімгі байдың обырын кешіп 950 лира стипендия алатын едік магистратура 2018-ден. 2018-де. Соған біз басқа қалаларды аралап та, Иә. сырттан тамақ жеп те, бәріне үлгеретінбіз. Бірақ ол кезде білуімше 70 теңге болды ау деймін 1 лира. Иә, 70 теңге. Енді біздің кезімізде 1 лира 117 теңге болды 2016-та келген кезде. Сол біз кеткеннен кейін қатты не басталды? Дарбиден алдын келдіңіз ба? Иә, Дарбиден алды. Тура мен келіп кеткеннен кейін Дарби басталды. Онда соның әсерінен қайтадан төмендеген ғой лира. Иә, әсері тиді ғой. И біздегі, мысалы, дәл өзі мен ол кезде 500 лира стипендия алатынмын. 500 лира стипендия болатын. Ол күшті, оның 350-ін жатақхана, ол жай VIP жатақхана болады. Рахат. Ол жатақхана семестрде 2 рет сені тегін жатақхананың есебіне сені қала сыртына, еткіншіліктерге, біз пейнтболға барып, сондай болады жатақхана. 350 лира абла. 150 лиран қалады, 150 лираға бағанағыдай сен күн көресің, смело, еще бар футболка, кроссовки сатып аласың сен. Барып жүрсің. Ал қазір біз докторантурада қанша? 9.000 стипендия аламыз. 9.000 лира стипендия аламыз, 6.000 барынма береді. Барынма береді, 15.000. 15.000 бар, квартираға кетеді ғой. Иә. Квартираға кетеді. Алғарға қалған доктор болып жетпейді да. Продукты. Бізге ғылыммен айналысыңдар дейді, соған қарамастан. Қиын, өте қиын. Сондықтан қазір экономикалық жағдай өте қиын. Десе де бакалавриатқа жатақханада тұратын ЕТБ-мен жетеді деп ойлаймын, бәлкім. Белгілі бір деңгейде. Ондай прям қиын емес, болады жеткізуге санаулымен. Ал докторанттар үшін 15.000 лира сен жақсы арзан пәтер тапсаң, қазір пәтерлер 2+1-лерін 25-30 лира. Сен 4 адам болсаң, қалабалық үйде қиын. Шаршайсың сен, тыныштық керек доктор үшін, мысалы ше. Одан бөлек бағана квартплата, сұмдық нелер ай сайын төлейтін. Ол қиын. Одан бөлек тарифын, сим-картаның бағана айына 400 лира ма, не бәле? Қазір тариф алу үшін 6 гигабайт па, 8 гигабайт, оны өзі сұмдық. Сосын не бар? Сөйтіп кетеді, 15.000 жетпейді, сен еще кітап алуың керексің, мақала жазу керексің, мақалаңның жарнасын беру керексің. Дәл өзі. Еще ортада икамет келіп қалады, срок бітті деп. Оған баш ұруың керек болады. Сұмдық, автобусға да отырасың, оған абонма аласың 350 лираға. Сондықтан 15.000 қиындау. Сол секілді Түркияға келейін деп жатқан жастар көрсе, алдын ала осының бәрін реттеп, ойбай барам, бәрі керемет, мен зындай қатырам деп ойлап келмесін. Бірақ Түркияның оқу келу үшін тұрарлық деп ойлаймын. Себебі мына жақта шынымен де ғалам білім бар. Түркия өзінің деңгейінде білім бере алатындай дәрежеде. Мен Қазақстанда мұғалім болып жұмыс істедім. Мен Қазақстанда магистратураны бітірдім. Қазақстанда университетте қызмет еттім. Мен лицейларда директор орынбасары болып қызмет жасадым. Мен Қазақстандағы оқыту білім саясатын жақсы білім көрген адам ретінде мына жақта білім бар деп айта аламын. Түркияда сен шынайы білімнің не екенін, ғылым не екенін осы жақтан көресің, көзің жетеді. Сол тұрғымен білім қолап келсең, стоит. Ал енді мына жаққа барып шиковать етем, оқуда бар, ақшада бар, жинаймын деп керек. Ашығыласын. Тек ғылым қуып келеміз, иә? Тек ғылым қуып келеміз, сол мақсатта. Яғни Түркияға білім қуып келуге болады деп бүгінгі подкастымызды осындай әдемі сарынмен бітіреміз. Рахмет. Каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Өте дұрыс айтасыз. Жалпы айта берем ма? Иә. Келесі сұрақ. Осы жерді кеспей саласың ғой, Бека. Келесі сұрағыма дайындап алайын. Ойымды қорытып алайын. Білім алып жүрген. Ауыр болып кетпеді ма? Иә, расымен де қандай еді сұрақ? Сізге алдым ол сұрағымды. Амансыздар ма? Митингке шығып жүрсіздер ма? Енді біз